Саламатсыздар ма? Менің есімім Жанна болады. Стоматолог дәрігер боламын. Соның ішінде ортодонтымын. Біз клиника Құдай қаласа ашып жатырмыз. Соған біз кресло таңдадық. Креслоны Күлім Снап магазиннен таңдадық. Бірақ түсін мен ерекше өзімнің кабинетіме сәйкес розовый түс заказ бердім. Бұны маған под заказ бұл кісілер алдырды заводтан. Ойымдағыдай шықты, өте жақсы. Бұл кісілер сертификатымен, бүкіл документациясымен қолыма тапсырды. Мен өте ризамын. Жанна ханым, айтыңызшы, Күлім Снап магазинін қайдан білдіңіз? Менің жұбайым сол магазинді өзі таңдап, сояққа барып, екеуміз сол магазиннің креслоларымен таныстық. Рекламадан көрдік. Кейін өзім коллегаларынан сұрастырған. Жанна ханым, Күлім Снап магазиніне, қызметіне жалпы 1-ден 10-ға дейін баға беріп кетсеңіз, 10 өте жақсы, 1 өте нашар. 10 деген баға беремін. Неге 10 деген баға бересіз? Айтып кете аласыз ба? Өздерінің айтқан, көрсеткен заттарымен заказ берген заттары, машиналары тура келді. И уақытында алып келді, уақытында құрып берді. И келіп құрып берген кейін тағы сұрап жатыр, қалай болды, қай жері ұнамайды деп. Тағы ұнағаны, біз барғанда Айша ханым, менеджер, сол кісі қарсы алды. Сол кезде ол кісі өзінің мамандығын толық меңгерген кісі екен. Бізден де көп нәрсені біледі, түсіндіріп, әр креслоның қандай неге арналған жұмысы, қандай хирургический ма, терапевтический ма, солардың түрін бәрін таныстырып шықты. И сол кісінің маған таныстырғаны, айтқаны, өзінің клиенттеріне подход жасағаны ұнап, и мен осындай болып түсіндіріп жатқан екен, креслолары да өз сияқты мықты шығар деп, сол жерден заказ бердім. Үмітіңізді ақтадық қой енді? Иә, Құдай қаласа ақтадыңыздар.